барша жас өнерпаздар және мен әріптестерімнің атынан өзімнің ойымды білдіруге осындай алаңды болып мүмкіндік туғанына алғыс білдіремін. Рахмет. Бірінші сұрақ. Музыка деген не? Шынымен музыка деген не? Дәл осы сұраққа мен жауап тапқаннан кейін өмірімді өтеміз. Мен өнерге деген қызығушылығым арқылы 91 тобына келіп, әлемдегі музыка арқылы танысуға мүмкіндік алдым. Топ болып тұрғаннан кейін бәрі бірден жақсы болып кеткен жоқ. Алда көптеген түсініспеушіліктер болды. Бірнеше қалаларда, бірнеше алаңдарда біздің өнер көрсетуімізге қарсы болды. Яғни өлең айту, шоу көрсету, нағыз заманауи әртіс болу 21-ші ғасырдың қазағына тән емес екен. Дәл сол уақытта біз 21-ші ғасырмен қазақ менталитеті және мәдениеті бір-біріне сәйкес келмейді деген таптауырмен кездестік. Мен олармен толықтай келіспеймін. Қазаққа мәдениетсіз болу тән емес, бірақ қазаққа заманауи болу тән. Ең бірінші. Осы уақытта сұрақ туындайды. Батыс мәдениеті біздің мәдениеттен несімен ерекше? Батыс мәдениеті заманға сай әрдайым өзгеріске ұшырап отырады. Сол себепті бүкіл әлемнің жастарына ол өте тартымды. Біздің мәдениетімізді, рухани қорымызды егер біз биік деңгейге шығарғымыз келсе, онда жастардың қызығушылығын ескеруіміз қажет. Қазіргі трендтерге қазақтың мәдениетін бейімдегеніміз жөн. Осы кішігірім әлемге бір айтқым келетін нәрсе. Рухани жаңғырудың негізгі көзі ол өнер саласы. Рухани қордың қоректендіруші бір салмақты құралдардың бірі ол шоу-бизнес. Ол нәрсемен келісесіздер. Және де қазіргі уақытта осы шоу-бизнеске 91 тобы хип-хоп бағытын алып келіп ұсынып отыр. Хип-хоп бағытының негізгі мақсаты неде? Барлық музыкалық салаларды, яғни музыкалық бағыттарды, шоу бағдарламаларды және тағы да басқа шоу-бизнеске қатысты заттардың бәрі қазақ тілді контенттермен толтыра отырып, қазақтың мәдениеті мен тілі, өнері жан-жақты болатынын дәлелдеу. Осы уақытта егер де түсініспеушіліктер тағы да болып жатса, мен Корей елінің кей-поп сегментін мысал ретінде келтіргім келеді. Неге Корей? Себебі бәріміз Азия киімімізден білеміз. Сол кезде олардың қысқаша айтқан кездегі негізгісі ол Корей елінің негізгі туризм көзіне айналып кеткен жылына 5 миллиард ақш долларын елге алып келіп тұратын үлкен бизнес. Неге? Себебі Корей елінің кей-поп сегменті, яғни жалпы өнері мемлекеттің үкіметімен мемлекеттік дәрежеде әлемдік деңгейге шығару барысында өте тығыз байланысты. Сол нәрсені мен біздің кей-поптарына көре осы жерде потенциалды байқауға болады деп ойлаймын. Ендігі хип-хоптың, яғни 91 тобының 2 жыл ішіндегі жеткен жетістіктерін айтып өтсем өз еліміздегі көптеген нәтижелерді алуымызды байқауға келмей, біздің ең үлкен жетістік әлемнің 120 мемлекетінде біздің ресми тұрғыда жанкүйерлеріміз бар. Фантомиларды киіз. Және де егер біз қазақ тілін әлемдік деңгейге шығарғымыз келсе, онда біз қазақ тілін соған ауыстыруымыз керек. Бұл жерде латын әліпбиі сол себепті топтың аты 91 болып аталып,
спорттың өлеңдерінің бәрі латын әліпбиінде шыққан. Ол қадамның берген нәтижесі біздің шетелдік жанкүйерлер қазақ тілінің әдемілігіне қызығушылықтарды қазақ тілін үйрену үстінде және де үйренгеннен кейін бізде әртүрлі видео жолдамаларды қазақ тілінде жіберуде. Қорытындылай келе айтып келеді. Жастардың сұранысы бойынша дәл сол жастардың екпінімен және сіздердің қолдауларыңызбен біз